елден алақан жайып, көмектесіңдерші. Сіздердің көмектеріңіз ауадай қажет. Менің балам осыншама ақша керек болып тұр. Шынымен де баласын көрсетіп қойған. Жүрегінің тұсына бір тесіп, бір шлемге тығып қойған. Хал үстінде жатқан бала. Осыған осыншама ақша керек еді. Осының операциясын отасы неде жасалады шетелде. Соған апарып келуге ақшамның жоқтығы қиын болып тұр. Баламнан айырылып қалайын деп тұрамын деген егілген ана мен егілген өкірген әкені көрем. Неге мен соны көрем, бауырым? Неге біз соны, мемлекет соны айтқызбай шешпейді? Түкке тұрмайтын дүниелер ғой, мемлекет үшін түкке тұрмайтын нәрсе. Анау жасалып жатқан әкесі түкке қажет емес, түкке қажеті жоқ дүниелер ғой. Түкке тұрған жарыстар, түкке тұрмайтын алыстар өткізіліп жатыр, түкке тұрмайтын мерекелер. Соны шетелден қаптаған әншілері келіп біздің тұрған ақшадан дүниемізді алып кетіп қалатын. Солардың қаражатын осыларға бере салса болады ғой. Бізде көбіміз 50% ауырып жатқан жоқ шығар балалардың. Бір азғантай ғана ғой. Соны ел болып көтере салатын дүние ғой.